Биыл Жас Алаш газетіне 100 жыл, яғни бір ғасыр. Жас Алаш жастарға арналған ең байырғы және беделді республикалық басылым. Алғашқы саны 1921 жылы 22 наурызда Ташкент қаласында жарық көрді. Ұйымдастырушысы әрі тұңғыш редакторы Ғани Мұратбаев, жауапты хатшысы Ілияс Жансүгіров болды. Сол кездегі қаржы тапшылығына тағы басқа себептерге байланысты басылым Жас Қайрат 1925 жылы, Өртең, Жас Қазақ 1923 жылы газеттері осы аттас журнал түрінде шығып тұрды. Газеттің жабылып қалмауын ойлаған Садуақасов, Байтұрсынов, Майлин, Сейфуллин, Әуезов, Аймауытовтар еңбекші қазақтың бір бетін Лениншіл жас деген атпен шығарған. Газет 1927 жылы 22 қыркүйектен Лениншіл жас деген атпен шыға бастады. Бұл басылым қай кезде де қазақ жастарының азамат болып қалыптасуына үлкен еңбек сіңірді. Қазақстан өз алдына тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін газетке Жас Алаш атауы қайтарылды. 2000 жылы ұлттық баспасөз клубы, Қазақстан баспасөз клубы, Алтын жұлдыз орталығымен бірігіп өткізілген дәстүрлі Алтын жұлдыз бәйгесінде Жас Алаш жылдың ең үздік газеті атанып, Алтын жұлдыз белгісімен газеттің бас редакторы Нұртөре Жүсіп мемлекеттік тіл мен ұлттық дәстүрді дамытуға сіңірген еңбегі үшін жылдың таңдаулы алтын адам сыйлығымен марапатталды. Студент, руханият, алдаспан, мыңнан бір мезет, ақ отау тағы басқа қосымшалар бар. Жалпы ұлттық қазақ басылымы. О баста негізден жастарға бағдарланғанымен Жас Алаш үлкен кіші үзбей оқитын дәстүрлі әрі жаңаша басылым. Сонымен бірге ол Қазақстандағы белгілі де беделді журналистика кадрларын тәрбиелеп шығарған ұстахана іспеттес. Қазақ әдебиеті мен мәдениеттің журналистикасы мен публистикасының небір майталмандары жұмыстарын алғаш рет осы қара шаңырақтан бастаған.